кеш, құрметті көрермен, эфирде Сәтбаев телеарнасының жаңалықтар қызметі, студияда Алтынгүл Машкенқызы. Бүгінгі хабарымызда. Қалалық әкімшілікте жаңа прокурор таныстырылды. Вирустық гепатит және ана сүтімен қоректендіру бойынша ашық есік күні ұйымдастырылды. Сәтбаев даңғылы 93-ші үйдің жанынан аққан судың иісінен тұрғындардың мазасы қашқан. Көк сандықтың саяхаты, кітап оқуын дамыту акциясы ұйымдастырылды. Қалалық әкімшіліктің мәжіліс залында жиын өтіп, жиын барысында Сәтбаев қаласының жаңа прокуроры таныстырылған болатын. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қала активінің басын біріктірген жиынға Қарағанды облысы прокуратурасы бірінші басқармасының бастығы Марғұлан Қалиақбаров және қала әкімінің міндетін атқарушы Болатбек Жақсыбаев, сондай-ақ Сәтбаев қаласының жаңа прокуроры Жанғозы Накешев қатысты. Қарағанды облысы прокуратурасы бірінші басқармасының бастығы Марғұлан Қалиақбаров қаланың жаңа прокурорын активке таныстырып, жұмысына сәттілік тіледі. 1977 жылы туылған Жанқозы Олжабайұлы Қарағанды облысы Қаражал қаласында дүниеге келген. Еңбек жолын Жезқазған қаласы прокуроры көмекшісінің міндетін атқарушы болып 2001 жылы бастаған. Жезқазған қаласы прокурорының көмекшісі болып қызмет атқарған Жанғозы Накешев одан әрі бірнеше лауазымдарда қызмет атқарған. Балқаш, Теміртау қалалары мен Бұқар-Жырау ауданында прокурордың орынбасары қызметін атқарса, тағайындауға дейін Қазыбек би ауданы прокурорының орынбасары болып еңбегін жалғастырған. Екі жоғарғы білімі бар, тамыз айының 1 жұлдызынан бастап Сәтбаев қаласының прокуроры болып тағайындалды. Сәтбаев қалалық емханасында вирустық гепатит және ана сүтімен қоректендіру бойынша ашық есік күні ұйымдастырылып, келушілерге біршама ақпараттар берілді. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған денсаулық мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында дүниежүзілік вирустық гепатитпен күрес күніне және де баланы ана сүтімен қоректендіру халықаралық апталығының шеңберінде Қазақстанда баланы ана сүтімен тамақтандыру ұлттық апталығының аясында қалалық емханада ашық есік күні ұйымдастырылды. 28 шілде мен 28 тамыз аралығында дүниежүзілік вирустық гепатитпен күрес айлығы өткізілуде. Аталмыш айлық аясында түрлі вирустық гепатиттердің алдын алу шаралары өткізілмек. Вирустық гепатит бауырдың қабынбалы ауруы гепатитті тудыратын вирустың А, В, С, Д және Е гепатиттері әлемнің мыңдаған адамдары жіті және созылмалы бауыру ауруынан зардап шегуде. Әсіресе В және С гепатиттерінен жылына 1,4 миллион адам өлім жітімге ұшырайды екен. Дүниежүзілік вирустық гепатитке қарсы күрес күнін өткізу қоғамның назарын және мүдделі тараптардың нақты әрекеттері арқылы аурудың алдын алуды күшейтуге, аурулардың байланысуы және вирустық гепатитпен күресу үшін скринингтен өту. Бұл шара аясында қала тұрғындары дәрігерлерден тегін кеңес алып, профилактикалық және скринингтік тексерістен өтуге кеңінен мүмкіндік алды. Тез арада қан қысымын, көздің қысымын өлшетіп, қажетті ақпараттық парақшаларға да қол жеткізіп қана қоймай, жас аналарға баланы ана сүтімен қоректендіру бағытында ақпараттар да берілді. Баланы емізу нәрестенің дені сау өсуіне және дамуына қажетті нәрлік қоректермен қамтамасыз етудің керемет тәсілі болып табылады. Мамандардың айтуынша, бала өмірге келген соң алғашқы 6 ай бойы тек емізуі тиіс. Содан кейін қосымша тамақ бере отырып, 2 жасқа немесе одан үлкен жасқа дейін емізуді жалғастыру маңызды. Бүгін біздің Сәтбаев қалалық емханамызда денсаулық бағдарламасы бойынша бүкіл әлемдік баланы емізу апталығы аясында ашық есік күні өтілуде. Бұл аталмыш шараны ұйымдастырудағы біздің мақсатымыз бұл жас аналарымызды, жүкті аналарымызды осы баланы емізу туралы, баланы емізуді ана сүтінің маңыздылығын жетілдіру туралы және ерте жастағы балаларды тамақтандыру туралы кеңес беру болып табылады. Сондай-ақ біздің осы емханамызда күнделікті дені сау бала кабинеті жұмыс жасайды. Онда біздің әрбір аналарымызбен осы баланы емізу туралы әртүрлі ойындар, сабақтар және де тренингтер өткізеді. Біз өзіміздің аналарымызға тек қана 6 айға дейін баланы емшекпен емізуді ұсынамыз. Және әрі қарай жасына сай қосымша тағам енгізе отырып, 2 жасқа дейін баланы емізуді жалғастыруды ұсынамыз. Сондай-ақ айта кетер жайт, біздің осы көп аналарымыздың 93% осы біздің қағиданы ұстана отырып, баланы ана сүтін қолдануда балаға. Тағы да аналарымыздың, жүкті аналарымыздың, болашақ аналарымыздың есіне сала кеткім келеді. Ана сүті бұл бала үшін таптырмайтын қорек болып табылатын. Ана сүті бұл баланың эмоционалды және интеллектуалды дамуының жақсы негізін қалайтынын айта кеткім келеді. Бұл ана сүтін балаға беру, бұл ең жақын адамдардың, яғни ана мен баланың арасындағы ең ғажайып, керемет қарым-қатынас жасау уақыты болып табылатынын айта кеткім келеді.
Ұрпақ денсаулығын қамтамасыз ету, нәрестенің ауруының алдын алу, тек емізуді насихаттауға жағдай жасау, жүкті әйелдерге және бала емізетін әйелдерге қолдау көрсету үшін қоғамның күшін біріктіру маңызды. Республиканың барлық өңірлерінде баланы емізу тамақтандырғаннан да пайдалы ұранмен 2016 жылдың 1 мен 7 тамыз аралығында дүниежүзілік ана сүтімен қоректендіру апталығы шеңберінде ұлттық ана сүтімен қоректендіру апталығы өткізілуде. Кешкі жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Телеарнамыздың қауырт желісіне хабарласқан Сәтбаев даңғылы 93 үйдің тұрғындары үйлерінің маңайында су құбыры құдығынан асып ағып жатқан судың жиналып қолқаны қабаттың иістен қор болғандықтарын айтып шағымданған болатын. Аталған мекен жайдың тұрғындарының айтуынша, бұл жыл сайын қайталанатын жағдай дейді. Құдықтың іші әбден суға толып, толған су ағысы далаға жайылуда. Жайылған су маңайында орналасқан қоқыс контейнерлеріне тасталған қоқыстармен араласып, иісі расымен де мұрынды жарады. Тұрғындар айтса қандай 10 минуттық түсірілім барысында қолқаны қабатын иіске тұншығып қалдық. Шұңқырға жайылған су әбден жасыл түске боялып, бетіне балдырлар да жинала бастаған. Оған үйден шыққан қоқыс пен үйілген шыбын шіркейді қосыңыз. Аталмыш жағдайды алға тартып, жауапты мамандарға да хабарласқан болатынбыз. Олардың берген жауабы мынандай. Ана проспект Сәтбаев 93 үйдің жанындағы су құбырының кәрізінен шыққан су, ол халал дәмханасынан майлы су шығады, содан бітеліп, жер бетіне тасып жатқан су себептен негізі. Ол кісілерге предупреждение берілді. Болашақта алдында ондай жағдай болмайды деп ойлаймыз. Бірақ сол күні ол құдықтан тасыған су туралы бізге ешқандай ақпарат түскен жоқ. Сондықтан осындай жағдай болды. Қалай ақпарат түсті бізге, сразу соны қалпына келтірдік. Қазір суға ағып жатыр. Алдағы уақытта бұндай жағдай орын алмайды деп сендірген Сәтбаев жылу мен сумен жабдықтау кәсіпорнының мамандары олқылықтың орын алдық деп отыр. Қаланың өсіп өркендеуі, гүлденіп көркеюі үшін әрбір тұрғынның сүбелі үлес қосуы тиіс десек, осындай кішкентай олқылықтардың алдын алып отырсақ, нұр үстіне нұр болары анық. Сондықтан да қала тазалығын сақтауда ең алдымен өзіміз жұмыла іске кіріссек, көшеміз ластанудан арылып, ауамыз тарылмайтын болады. Балалар мен жасөспірімдер кітапханасының ұйымдастыруымен көк сандықтың саяхат атты кітап оқуын дамыту акциясы аясында мүмкіндігі шектеулі балаларға үйден әлеуметтік көмек көрсету орталығында кітапты насихаттау шарасы ұйымдастырылды. Көк сандықтың саяхат атты кітап оқуын дамыту акциясы аясында мүмкіндігі шектеулі балаларға үйден әлеуметтік көмек көрсету орталығында балалар мен жасөспірімдер кітапханасының кітапханашылары кітапты насихаттау шарасын өткізіп, балалардың сөйлеу қабілетін арттырды. Ертегілер туралы білімдерін күшейту, сөйлеу мәдениетін еркін сөйлеп, өз ойларын дұрыс жеткізе білу, баланың сөздік қорын дамыту аталмыш шараның басты мақсаты болды. Кітапханашылар Қалтай Аймағамбетов және Шабнам Шаймоновалар балаларға жобаның мақсатын түсіндіріп, көк сандықтың ішінен шыққан кітаптардан қызықты ертегілерге саяхат жасап, мүмкіндігінен айырылған жарымжан балалардың көңілін көтерді. Сондай-ақ орталықтың тәрбиеленушілері қойылған сұрақтарға барынша жауап беріп, ертегіден алған әсерлерін қағаз бетіне сурет ретінде түсіріп, алған әсерлерімен де бөлісіп жатты. Атап өтейік, жалпы бұл жоба ең алдымен Германия елінде бастау алып, кейіннен Қазақстанға алғаш болып Шығыс Қазақстан облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасына әкелінген. Одан әрі Өскемен, Қарағандыға жол тартып, бүгінгі күні осы көк сандықтың тарихы жайында толық ақпарат берілді. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымызбен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше сау саламатта болыңыздар.